Баршаңызға қайырлы күн. Фрикаделкимен сорпа жасаймыз. Жуаны 4 бұрыштап майдалап турап. Тұз қосып еземіз. Тартылған ет, қара бұрыш, тұз, жұмыртқа салып араластырамыз. Бір ас қасық кептірілген нан қосамыз. Және де дайын болған салмадан домалақтап фрикаделки жасаймыз. Асты жабысыз қалмас үшін ұнға ұнатып аламыз. Тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Фрикаделкimiz езілмей піседі. Сәбізді 4 бұрыштап тураймыз. Кастрюльге бір ас қасық сұйық майды құйып, туралған сәбізді салып қуырамыз. Және де бір қызанақты 4 бұрыштап майдалап турап шығамыз. Сәбізге қосамыз. Картопты да майдалап тураймыз. Қосамыз. 2 литр су құямыз. Тұз, лавр жапырағы, қара бұрыш салып, фрикаделкилерді салып, 30 минуттай пісіреміз жай отта. Аскөкті турап, сорпаға қосамыз, 10 минуттай пісіреміз. Фрикаделкimiz дайын. Өте дәмді ас болсын. Жасап көріңіздер.